Баршаңызға қайырлы күн. Мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге етті пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ол үшін ең алдымен қамырын дайындап алу керек. Ұнға сармайымызды қосып, песочный тесто дайындап аламыз. Осылай сармай толық ұнда үгітіліп тұруы керек. Енді бір жұмыртқа, қопсытқыш және сметана немесе айран қосамыз. Мөлшерін жазып қалдыратын боламын. Қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Осылай қамырын илейміз. Мен мына жерде 2 пирогқа жасап жатырмын. Енді бетін жауып тұндырып қоямыз. Одан кейін мен ортада бір рет қайырып алдым. Примерно жарты сағаттай тұрды. Енді ортасынан теңдей 2-ге бөлеміз. Одан кейін тағы да бөлеміз. Ол бөлінетін бөл уже кішкентай болу керек. Осылай бөліп аламыз. Енді салмасын дайындаймыз. Салмасы етпен. Ет менде мына жерде піскен ет. Ет асқаннан қалған еттер болса, осылай қосып тастасақ болады. Шикі ет болса да болады. Және көк пияз қосамын. Көк пияз, жусай, шпинат қосса болады. Және картошка, 2 штук картошка қостым. Осылай турап саламыз. Және тұз бұрышымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Енді қамырымызды жаятын боламыз. Бірінші астына бұл үлкен болып бөлінген қамыр жазылады. Домалақ қылып жайып аламыз. Міне осылай жайып аламыз. Енді противенге пергамент қағазын төсейміз да, сол жерге орналастырамыз. Одан кейін начинкамызды саламыз. Оны да жайып орналастырып, шетін кішкене қалдыру керек болады. Видеода көрсетілгендей жасаймыз. Енді үстіне екінші қамырымызды, кішкентай болып кесілген екінші қамырымызды жайып, осылай бетіне қоямыз. Одан кейін басып шығамыз, шеттерін бекітіп. Одан кейін жаңағы түйіп шығамыз. Осылай. Одан кейін бетіне осындай узор жасаймыз. Вилканың көмегімен әдемі болып тұру үшін. Енді мен екеуінде жасап шықтым міне. Одан кейін жұмыртқаның сарысына сүт қосып, осылай жағып шығамыз. Және қалауларыңыз бойынша күнжіт сепсеңіздер болады. 180-200 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Осымен дайын болды. Ясной пирог. Өте дәмді. Жасап көріңіздер. Тестосы деген жұмсақ болады. Сондықтан менің рецептімен жасап көріңіздер. Ұнаса лайк баса кетіңіз.